ер азамат қой. Күліп қалған, әзілдері де бар, кәдімгі әзілдерді кейде бір кәдімгі өткір әзілдер болады. Бірақ екеуіңіз ортаға шақырған кезде сіздің ялып қобалжып қалғаныңызды көріп, мен кәдімгідей шын мәнінде ұнатадым ма деген сияқты бір сенімділік болады. Кездесу болды ма араларыңызда? Иә, кездесу болды. Фото, видео бар ма? Бар. Кездесу қалай болды, бірге көрейік. Қандай тамаша кездесу болды. Мен әңгіме айтайын ба, сіздер айтасыздар ма? Негізі сіздер тыңдағымыз келіп отыр. Я кездесу болды. Сол күні кешке қарай кездестік, одан кейін кеше. Жансыз басылып қалғансыз ба? Көңілген болып отқан жоқ, кішкене ауыр. Неге? Ауырып отырмын. Қай жеріңіз? Басым. Қай жері ол? Ештеңесі жоқ. Бауыржанымызда мен айтып кетейінші. Айтып кетіңіз. Бұл кісі айтам дегенше. Иә, кеше осы жаққа таныстыққа ұсыныс тастағаннан кейін қатысушылармен барлығымыз тамақтануға барған болатынбыз. Сол жақта тамақ іштік, содан кейін отдельно киноға апарам деп өзіміз бөлек кеткен болатынбыз. Кешірім сұрайым. Ақырғы Сәддәулет. Осыдан кейін тағы да бір еркелікті көретін болсам, екеуіңізді дәл осы жобадан емес, студиядан шығуларыңызды талап ететін болам. Сол кезде сіздер амалсыз шығасыздар. Сондықтан да не қыламыз, тыныш отырайық. Ханзада, мен қаншайым деген сайын, мына жеріме кеп қалдыңыздар ау. Мен ауыр көтер алмайын, белім ауырат білесіздер. Түкке тағауыңыз әбден мүмкін. Содан сол кезде кездесуге барды. Кездесуден кейін киноға барақ деп өзі алып кеткен болатын. Сол кезде де сөйлестік. Үйінде қанша бала... Айда, не айтып отырсыз? Не істедіңіздер сіздер? Кеше шықтыңыздар. Бұл кісі айтып бітем дегенше деп өз басқаша отқанша. Андай болды, кездесуге бардық, одан кейін шығып сөйлестік өзімізде. Кездесуге кім болып бардыңыздар? Кездесуге қатысушылармен барғанбыз, одан кейін тамақтанып болған екен өзіміз жеке шықтық. Киноға барамыз деді, сол жерде де сөйлестік. Үйінде қанша адам, сен қаншасыншысың, атанан қай жақта тұрады, үйдегілер хабарласып жатыр ма деген сұрақтар болды. Содан кейін кешеде сондай болды. Кешеде кездестік, бірақ бұл кісі мен ауырып тұрмын, ұйқым келіп жатыр деген сияқты қылып қайтып кетті үйіне. Иә, дұрыс. Кешеде бір жеке кездесу жасағым келген негізімен. Неге жеке болмай қалып жатыр? Деген сияқты қылып. Бірақ бұл кісі шұғыл шаруалар шықты, анама баруым керек деді, сөйтіп кетіп қалды үйіне. Тоқтаңыз. Сіз жеке кездесуге шақырған сайын айда бір неше түрлі сылтауларды айтатын сияқты болып көрініп жүр ма сізге? Бұлай қалай түсіндірсем болады? Бұлай көрінбейді, бірақ сондай жағдай шынымен болған шығар деп ойлаймын. Жоқ деген, сіз кездесуге шақырған кезде әрдайым жоқ деген жауапты естіп, сіздің көңіл күйіңіз болмай қалып жатыр. Неге деген сұрақ сол? Нақтысын айтқанда, иә, сол кездесуге шыққысы келмейтін сияқты мен. Айда? Жеке кездесуге. Бауыржан мырза, біз ол жақтан шыққан кезде, енді киімімізді ауыстырып шыққан кезде бұл кісі бір ауыз айтуға болады. Жүр екеуміз отдельно барып, тамақтанып, сөйлесіп қайтайық деп айтса болады. Бірақ бұл кісі олай демес. Мына жақта өзінің кругы бар, достары, солармен бірге жүр тамақтанып қайтайық дейді. Солармен бірге мені бірге алып кетеді.
да. Одан кейін мен қалай сол жақтан отырғаннан кейін тамақ ішіп болғаннан кейін жүр екеуміз бөлек сөйлесіп қайтайық дейді да. Басынан бастап сол нәрсені жасау керек та ол кісі. Айда Бауыржан мырза, мен айта қыз кетейін. қаласа ештеңе кедергі емес ау негізі. Жігіт ұнап тұрса, қыз кез келген жерге жүр барып қайтайық. Тіпті керісінше өзі бір ұсыныстар жасап, былай жасасақ дұрыс болады деген сияқты.